Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәруменге өте бай, денсаулыққа өте пайдалы тардан майсөк дайындаймыз. Тарымызды жақсылап жуып аламыз, қайнап тұрған сүтті құямыз, араластырамыз, бетін жауып, кем дегенде 2 сағатқа қойып қоямыз. 2 сағаттан кейін біздің тарымыз 2 есеге үлкейеді, жаңа құйған сүтімізді өзіне сіңіріп алады. Сүлгіге тарымызды салып, жақсылап жайып, әбден суын сорғытып алу қажет. Су сорғығаннан кейін тарымызды ыдысымызға саламыз. Ерітілген май және де қантымызды саламыз. Бөлме температурасындағы майды салсаңыздар да болады, өз қалауларыңыз, екеуі де өте дәмді болады. Қант ерігенше жақсылап тұрып араластырамыз. Толыққанды араласу қажет. Біздің майсөгіміз дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Тағы да ескертетін жайт, тары міндетті түрде қуырылған болу қажет. Егер де дүкендерде қуырылмаған болса, үй жағдайында қуырып алыңыздар. Сонда сіздердің майсөктеріңіз өте дәмді болады. Видеоны соңына дейін тамашалап, ұнап жатса, шынайы пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Әсіресе осы ораза айында жасаған дұрыс. Жеген адам күні бойы тоқ жүреді. Сіздермен бірге болған Айгерім ас болсын.